Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы біздің елді дәрі-дәрмегі қымбат елдердің қатарына қосты. Біздегі баға Украина, Беларусь, Қырғыз, тіпті Ресейден де озған. Себеп сол баяғы сырттан тасимыз. Тағы да қайталап айтайық, өзіміздегі өз дәріміздің үлесі 30%, 70% импорт. Яғни сіз 10 дәрі ішсеңіз, 9-ы жат жұрттікі. Дәріге 1000 теңге жұмсасаңыз, 900 теңгенің қызығын өзге көреді. 50% ауызда бар, нарықта жоқ. Ал шетелдің қалталысы қазақты емдеп жазып кету үшін келмейді ғой. Дәрі-дәрмегін пұлдап пайдасын шығарса болды. Оның үстіне қазір фарм бизнесте түгел жекенің қолында. Дәрінің бағасын үкімет реттей алмайды. Қысқасы, Ибн Синаны бабамыз деп кеуде қаққанда дес бермейтін біздің буын өз дертінің дауасын өзгеден іздеп жүр. Ендеше денсаулық сақтау саласына қатысты бүгінге дейін қат-қабат қордаланған мәселелерді талқылау үшін апта кезет студиясына жақында ғана қайта құрылған ведомствоның екі тізгін бір жыл бұрын қолға алған денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов. Қош келдіңіз. Кешір. Министр мырза, әңгімемізді әлгінде ғана айтылған отандық дәрі-дәрмек нарығындағы ахуалдан бастасақ. Күні кеше үкіметтің кеңейтілген отырысында президенттің өзі фарм нарықтың біраз былықшылығын айтты. Сұрақ былай, біздің елде дәрі-дәрмек шығаратын мүмкіндік жоқ па? Неге біз шетелдің қымбат дәрісін тұтынуға мәжбүрміз? Рахмет сұрағыңызға. Біріншіден, елімізде қазіргі күнде 7,5 мың түрлі дәрімектер регистрациядан өткізілген. Оның әрине көбісі шетелдік дәрі-дәрмектер. Расында ол өте маңызды мәселе, оның себебі импорттан келген дәрі-дәрмек болғаннан кейін бағалары кейбір жағдайда өте биік болып кетеді. Сонымен осы мәселені біліп, біз 2015 жылдан бастап мемлекет тарапынан сатып алатын дәрі-дәрмектің бағаларын бекіттік. Оны бекіту үшін әрине арнайы методикаларымыз бар. Мысалы, Ресей, Белоруссия, басқа мемлекет, Түркия мемлекеттердің бағаларын салыстырып, ең төменгі бағасын біз бекіттік. Елбасы көтеріліп жатқан мәселе өте маңызды. Оның себебі біздің 50% медикаменттер, дәрі-дәрмектер халыққа өзі барып аптекадан сатып алады. Әрине сол аптекаларда бір аптекада бағасы төмен, сол дәрі-дәрмекке бағасы өте жоғары. Оның себебі әрине ол жекеменшік болғаннан кейін біз оны бақылауға алуға өте қиын болған. Сонымен осы тапсырма бойынша біз қазіргі уақытта біріншіден заңды өзгертуіміз керек. Сол заң бойынша біз осындай құқық алсақ, ертеңнен бастап біз сондай дәрі-дәрмекті амбулаториялық кезеңде пайдаланып жатқан дәрі-дәрмектің бағасын реттеп аламыз. Көбіне бізде шетелдік дәрі-дәрмектер. Жалпы отандық нарықта өзіміздің дәрі-дәрмектердің пайыздық үлесі қанша? Нақты айта аласыз ба? Қазіргі күнде жалпы бүкіл мемлекеттік дәрі-дәрмектің арасында біз тек қана 30% ақшасын біз отандық дәрі-дәрмекке жіберіп жатырмыз. Оның себебі қазіргі бүгінгі күнде біздің отандық дәрі-дәрмек шығарушылардың бүкіл шығарып жатқан дәрі-дәрмекті біз алып жатырмыз. Бірақ әрине оларды біз қолдауымыз керек. Біріншіден, әрине жаңа молекулаларды, олар жаңа дәрі-дәрмектерді шығару бастау керек. Оған біз сондай мүмкіндік беруіміз керек. Тағы да бір мәселе, мысалы 7,5 мың дәрі-дәрмектің арасында біз 2000-ды осы бекітіп мемлекет тарапынан сатып алып отырмыз. Олардың арасында ең қымбат дәрі-дәрмектер ол вакциналар, онкологиялық химиотерапевтік дәрі-дәрмектер. Оларды шығару үшін өте жоғары технология керек. Өкінішке орай бүгінгі қазіргі отандық дәрі-дәрмек шығарушылар ондай мүмкіндіктер жоқ. Әрине оған уақыт керек, инвестиция керек, технология керек. Ол да бір үлкен мәселе. Осы жерден сәл кідіріп, тұрғындардан бізге сауал түскен еді, соны тыңдап алсақ. Министр мырза, қазір біздің елде міндетті медициналық сақтандыру жүйесі енгізгелі жатыр. Бұл жүйе қалай жүзеге аспақ? Кезіндегі медициналық сақтандыру полисіне берген ақшамызды алаяқтар алып шетел асып кеткені белгілі. Сол жағдай қайталанып жүрмей ме? Біз соған алаңдаймыз. Біріншіден, әрине біздің қазіргі күнде осы әлеуметтік медициналық сақтандыру заң бойынша бүкіл қордың ақшалары ұлттық банкта болады. Ол коммерциялық банк емес, оны шығаруға мүмкін емес. Екіншіден, әрине біз осы жинап алып отқан ақшаны дұрыстап тиімді пайдалануымыз керек. Қазіргі күнде біз денсаулық сақтау саласындағы түрлі медициналық стандарттарды өзгертіп жатырмыз. Сонымен 2018 жылдан 1 қаңтардан бастап бүкіл мемлекет тарапынан беріліп отқан медициналық қызметтер екі тарапынан бөлінеді. Ол біріншіден
бүкіл азаматтарға жедел жәрдем және әлеуметтік аурулар медициналық сақтандыру бар ма жоқ па бәріне тегін бөлінеді, бірақ жалпы алғашқы медициналық көмек, диагностикалық көмек, мысалы ауруханаға барып жатқан көмек қазіргі тегін, ол да тегін болақ, бірақ сол сақтандыру қордан төленеді. Қазіргі күнде біз білеміз, мысалы еркін таңдау бойынша біздің көп азаматтарымыз мемлекеттік ауруханаларға бармай, жекеменшік ауруханаға барады, жекеменшік емханаға барады. Соны бізде қолдауымыз керек, бірақ қазіргі күнде өздерінің қалтасынан төлесе, келешекте сол ұлттық медициналық сақтандыру қор сол медициналық қызметтерді көтеру керек, өз ақшасын сол жерге жеке меншік клиникаға төлеу керек. Сонда әрине мен ойлаймын, жалпы осы сақтандыру жүйесін енгізіп жатқан негізгі мақсат орындалады. Әр адам медициналық дәрігерді емхананы таңдап барып алуға мүмкіндік ашылады. Жалпы қазір денсаулық сақтау саласындағы өте өткір тұрған мәселенің бірі бұл кадр тапшылығы. Бүгінде елімізде бір дәрігерге жалпы қанша науқасты қарау міндеттелген, және олар өзіне жүктелген тапсырманы қаншалықты үлгеріп атқарып жүр? Қазіргі күндегі мысалы алғашқы медициналық көмекті айтсақ, бір дәрігердің басында стандарт бойынша 2000 халық болу керек. Бірақ шынын айтсақ, жалпы республика бойынша 2500 болады. Оның себебі расында осындай дәрігерлер біз жетіспейді. Кейбір жерлерде, мысалы ауыл жерде 3000 адам барады бір дәрігердің басына. Сонымен біздің өткен жылы қабылдаған денсаулық сақтау жүйесінің даму бағдарлама бойынша біз осы жалпы алғашқы медициналық көмектегі жұмыс істеп жатқан дәрігердің санын көбейтуіміз керек. Және жақында біз тағы да бір алдымызда мәселе қойдық, олардың арасында педиатрлардың санын көбейтуіміз керек. Сонымен біздің жоспар бойынша 2020 жылға дейін бір жалпы дәрігердің басына 1500 халық болу керек, және бір педиатрдың басына 500-ден астам емес балалар болу керек. Министр мырза, жалпы енді жасыратын жоқ, дәрігерлердің науқасты айналдырып ақша жасайтын әрекеттер жиі біздің қоғамда қылаң беріп жүр. Жақында ғана тіпті алматылық әріптесіңіздің сүйкімсіз қылығын өзіңіз де білесіз. Сіз басқаратын саладағы жалпы жемқорлық пен қара халықтан ақша сау қашан тыйылады өзі? Ең бірінші қадам ол біз денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік медициналық ұйымдарда дәрігерлердің және мейірбикелердің жұмыс ақысын көтеруіміз керек, айлықтарын көтеруіміз керек. Біздің ойымыз осы денсаулық сақтау саласындағы медициналық ауруханаларға мүмкіндіктер беріп, өздері қарап, мысалы қай дәрігер жақсы жұмыс істейді, сол экономиялық бюджеттерден қосымша ақша төлеу. Әрине, екіншіден ол жаңағы меңгеру мәселе, ол әрине жемқорлық, ол әрине қылмыс. Осы мәселе бойынша да біз уже жұмыстау бастадық. Жақында біз селектор өткіздік, қоғамдық ұйымдарды қосып жатырмыз ол жұмысқа. Біз тікелей халықпен транспаrenттік ретінде жұмыс бастауымыз керек. Жақсы. Біз тағы бір көрерменнен сұрақ түскен екен, соны тыңдап алсақ. Біздің елде медициналық қызметтің сапасы сын көтермейді. Сап-сау адамдар емханаға барып өздеріне ауру жапсырып алады. Сіз жаңадан келіп жатсыз. Осы медициналық қызметтің сапасын қалай жақсартуға болады? Осы жерде шетелдік технологиялардан бұрын мамандардың біліктілігіне назар аудару керек шығар. Әрине, әр мамандың білімі сол университеттен келеді, мектептен келеді. Сонымен біз осы мәселені шешу үшін біз үлкен назар осы медициналық білім беру ұйымдарға қазір беріп жатырмыз. Өткен жылдан бастап біздің еліміздегі 5 медициналық университеттерге шетелден ең белгілі медициналық университетті әкеліп, келісімге отырып жұмыс жасаймыз. Ең біріншіден сол бүгінгі беріп жатқан оқу стандарттарды өзгертуіміз керек. Шетелдік халықаралық стандарттарға өтуіміз керек. Оның себебі әрине сол білім беріп жатқан біздің әріптестерімізді, профессорларымызды бізде оқытуымыз керек. Сонымен қазір біраз жұмыстар біз жоспарлап отырмыз. Жақсы, Елжан Амантайұлы, енді өзіңіз басқарып отырған салада қат-қабат проблема көп болғандықтан, өзіңіз әлі де студиядан көргіміз келеді. Қарсы болмайтын шығарсыз? Қарсы емес, біз дайынбыз. Рахмет, сондықтан бүгін Апта KZ-ге келіп сұхбат бергеніңізге рахмет айтамыз. Өздеріңізге де Апта KZ студияға үлкен рахмет. Сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыз. Сонымен қадірлі көрермен, бүгін бізде студияда болған денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов.